официально ашылғаннан кейін залға бөлек келеміз. Иә. Бургермен, бықи-чықимен, барлығыменші. А мына жақта, давай жыртасайық. Балаларға заниматься еткен ыңғайлы болсын. Скакалка. Скакалкалар. От души. Біз болды. Шынымен, бүгін деп өтірік айтпай қойып, алдыңғы апта, пятница, скакалка туралы ойланған ем. Скакалка, резина алып қою керек екен деп ше. Міне скакалка. Базар жоқ. Андай. Қанша скакалка? Так, мұнда қазір анда жерде наличие пока что бесеу ғана. Бесеу ма? Базар жоқ. Кішігірім ғана ғой, андай. Бастамасы ретінде балаларға кішігірім. Ермек болды. WW, базар жоқ. Одан андай пресс жасаған кішігірім андай өздеріне. Пресс? Мен білем ғой, пресс күнде істеймін ғой бұны. Осымен істейсің, иә? Осымен. Осындайға ұқсасымен, иә? Аха. Одан енді ролик қой, короче. Одан кейін енді андай борецтығы взрывтан болады ғой, андай ше. Борецтің самый любимый упражнениялардың бірі ол не? Упражнениялардың бірі ма? Отработка, приемдар? Жоқ, одан бөлек андай сол отработкаға ыңғай келтіретін жгут, резина. Кейін андай круглый жгут. Қандай таңдарын білмеймін мен, қандай күштегі балалар екенін білмеймін мен сендеш. Өйткені болашақ олимпийский чемпиондар ғой сендеші. Иә, құдай қаласа. Сол үшін Алланың қалауымен саған әртүрлі ауырлықта. Салам, бро. Лучший. Жәндерім әші. Рахмет. Мандайлар да бар, круглылар да бар. Қып-қызыл ақша тұрады, андай бұл, от души бауырым, рахмет. Кішкен басамасы. Залыңды ашып ат. Одан кейін уже бөлек тағы да келем ғой. Бөлек призда. Андай ғой, біреу маған сыйлық жасаса ше, ана приятно болады да, типа футболка, либо шорты, там, мынау кепка ше. Ал ана сенің өзің зал ашып атсаң, залыңа деп бір үлес қосып атса, ол залыңда сенің там оқушыларын тренировка жасайды, жігіттер, қыздар тренировка жасайды, кішкентай балдар, үлкен кісілер, оларға ыңғайлы болсын деп сен сөйтіп сыйлық жасаған, он есе андай приятно ше, от души бар. Өйткені андай да біз неміз ғой андай доспыз ғой. Ана жүгіттан ғой. Бізде не жоқ қой. Біз білеміз саған не керек екен ше. Иә, сол андай от души бауырым, от души, рахмет үлкен. Өйткені сенде барлығы Алла беріп жатыр, барлығын беріп жатыр, бәрі четко жүріп жатыр. Сенде қазір саған керек емес, сен балаларыңа керек. Батя Тилужан Арнур, Айлас алейкум Даши PJ. Кейін айтамыз. Сосын андай рахмет үлкен. Достарымсыңдар ғой енді сіздер. Сен мысалы Біржан ше, салам бро, мысалы біз доспыз ғой, негізі ше, жақсы араласамыз. Біз бассейн соғып жатырмыз ше, соған тағы андай бассейнге кішкене ақша жетпей тұр да. Байқап отырмын, бассейн анаяқтан басталып отыр осы. Жоқ, ол конденердің су ғой, а так негізі сол бассейнге тағы бір. Иншалла, Алланың қалауымен отырайық. 20 миллион бар. Шынымды айтайын ба, конкретно айтайын ба. Біз бұрын спорт школада оқитын кезде ше, ол жақта енді біз 2 мезгіл тренировка істейтін едік қой. Біз мынандай бургерді бар ғой, родной, закуска сияқты кететін еді, родной. Біз ойлаш, біз ана типа бір отырып тамақ ішетін кезде 1 килограмм чекен, мысалы 3 адамбыз ба, 3 адамға әрқайсысына 1 килограмм чекен, бір үлкен нан, пәтірнан ше, и 1 литр сушняк. Бір адам соны жейді. Қазір 1 килограмм үшеуміз жейміз да, андай типа ойбай деп Финал. Деп сыртқа шығып ше. Бұрын родной того, енді білмеймін, күні 2 мезгіл тренировкадан кейін ба аппетитта жесткий болатын еді да. Ол кезде баптатты тосың ғой сен андай. Ойбай, родной, мынау бар ғой 8 котлет жейтін еді түнде үйде. Неде, интернатта. 8 котлет. Бір комнатада тұрды ма? Бала бар еді, штангист родной, қанша жейтін еді. Терезені алып нанға тола болды, булканан бар ғой. Толтырып қоятын еді азанға ішінде. Бізде ол кезде булка береді ғой, лепешка жоқ қана аппаратқа тұрып, и короче котлет бетіне саласың, нанды қоясың, 2 нандай болады да примерно. Сол бізге бургер ғой. Сушнягың суда ақ су, баклашкаға толтырып колонкадан. Біраз рет жұмсайсың. Салам алейкум. Кешке соң азанға шейін жеп бітіреді да, короче. Тайквандистқа орын берсе ебейді. Әдем отырып жеп отыр ол кісі. Әдем жеп отыр. Жатып жеп отыр. Бұл медетте не үшін, мысалы біздің арамыз енді қарсай, сәл упитанный андай болдырды, кішкене бордақыланған ше. Не үшін медет араларында андай дейді. Бұл тайквандист дейді. Әдем тебу керек, секіру керек. Секіру керек, аяқта өз тырықтан келген семір алмайды сондай. Негіз боксының объемы қандай болды? Гибрид болып тұр мұндай. 2?
Матиздікі қанша? 08. 08 ben de öyle aldım ha. Hamburgerге келгенде бірақ біраз сияқты. Жақсы ма екен дәмі? Ұнады ма? Қалай екен негізі честный отзывтарыңыз? Әдемі? Әдемі. Ұнады бізге. Нан ұнады, наны. Ерасыл жемедің ба інім? Жедім ғой. Болды. Ерасылдың объемында тоже білемін ғой. Ерасыл жақсы, Шәпке бер деп қойсай. Адушер, бургер жақсы шығады. Тамады үшін. Сол. Әдемі шығады. Ертең Алланың қалауымен енді запуск болады. Осы бургерлар бүткіл қазақта жейтін болады. Менюға Алматыда. қосылады вообще. Менюға қосылады. Екі точкада ғана бірақ. Біреусі Мегада, Роза Бакиеваның бойындағы. Екіншісі мына Сайранда болады. Запускқа кіреді. 990 теңгеден мына куриный. Әдемі. Үлкені 1100-ден ғой деймін, қателеспесемші. Бұның айырмашылығы тағы да бір айтып өтсем. Бұның айырмашылығы жаңағы говяжьйда котлета езіліп піседі и до конца прожаренный болып піседі. Куриный тауығы целиком неде маринадта жатады, одан кейін уже қуырылып піседі ғой. Медетке бер. В общем, филе, короче. Филе ғой. Филе. Оның ішіне салат қосылады. 990 теңге дейсің ба? Курица 990 теңге болады, скидка бойынша бастан басында. А Бірақ- потом уже иә, өз бағасына иә. келеді. Алланың қалауымен енді қанша болатынын білмеймін, скидка, потому что халық қалай сұрайды ғой берді ше. Если барлығын өтіп жатса, ұнап жатса, жаңағындай, осы скидка тұра берсінші, кішкене тұрсыншы, әдем болады десе, осы скидкамен жүре береді. Егер де тағы да басқа точкалардан қосыңыздар, біз, например, мен қаланың төмен жағында тұрамын, жоғары жағында тұрамын, сол жағында тұрамын, оң жағында тұрамын дейтін болса, соларға ыңғайлы точкалардан тағы да осы продукцияны кіргізетін боламыз официально. Қосасын, Иә. Пока что Чат айтып жатыр. Алтыда ішке тағы беріңдер. Курица. Курица көрсең. Рады, осы еркекше бір тістеп бітіреді. Ұстамы. Станы. Қанша бересің, конкретно айтшы бір тістеп. Давай өстік. Бір тістеп бітіремін. Қанша? Ананы сіз 100 доллар қадамасақ қойшы. Мен шабыттанып жеймін да шанадан кейін ше. В общем, Қанша тістеп бітіре аласың? Мегапарктан қоссаңыздар. En az kaça var? Сен қанша минутта жедің соны айтшы. Minut емес. Ол жүрді ғой бұл асықпай әңгімелесті Мен бәрі. жүрмей жей беремін. Kaça var en az? Давайте өстік. 5 рет түстеп бітірейін или қалай? бұл бір тістеу бар, 4 рет бітіресің ба? Бітіре аласың ба? Бітіре алатын шығармын. 4 рет. Да. Жоқ, 4 Давай, 4 рет. Каждый тістеген 5000 теңгеден дейін. Сонда 20000 теңге қолымда. Давай, 4 рет түстеп бітіргенге. Ama бірден бітіре салдым. Бірден кейін бітіп қалды ғой. Şey var hele. Мен алай алып тастайын да. Давай, братан. Делай. Мана үшеумен бітетін сияқты Bir ма? candan iste, bir candan ha. Бат кері. İlk candan iste. Достым, запивать етесің ба бірдеңе? Жоқ. Тойып қалады. Koymuş mu? Ека тағы говяжий жеймін бұдан Kalitesi. Мен салдым ғой сыртқа. Сәл итер жесей тағы. Иә, досым, типа өтесің ғой аяққа ше. Сәл бака өтіп кетесің. Төртеуі бітірейін бе? İki var hele. Екеуі бар. Gel. Итерсе. Енді натуре досым. Еркекше 6-да ішсің оранда сен. Қайта ол мынау? Сөз түсінмеу? Я Son ısı kaldı falancı. Шайнап ал, ма, ішесің ба? Пакетіме жей салайын ба? Түйі, жодам. Соңғысы. Саусақ өзіңіздікі, саусақ өзіңіздікі. Тури уақыт жоқ ше. Ağzını ben. Мош кетті. Базар жоқ. Куриный ма жақсы ма, говяжий жақсы ма өзіңе? Екеуіне жеп ба? Лично өзіне қайсыны ал? Говяжий надо. Говяжий надо. Мынау да жақсы дәмі. Куриный соус мощный екен. Иә. Номер айтшы, брат, Каспий. 707. Сразу көзі. 56. Қалай? 756? 17. 17, Әділет у 17. деп шығады. Әділет у деп шықты. Ақша сұрамам да шыққан келе. Ей, жанымсыл. Рахмет. Мен саған конкретно айтайын ба? Әділет бар ғой, бір отырғанда бургер ұнаса ше, дәмі жақсы болса. Жаңағындай бургердің бір 4-еуін ба жеп тастайды ішінде. Заказыш? Жоқ, негізі да вообще. 4 бургер Қазір екеу жедік.
Екеуге орын бар. Зор екен. Ақша дайындасаңдар, мен жей беремін деші, брат. Мен қайтпаймын. Машалла. Осындай запуск бар. Мен өзім ертең сайранда жүрем да. Мегаға адам таппай жатырмын негізі. Мегада осындай. Балалар. Не істеп жүретін? Андай өз кассаның жанында мынандай бургеріміз бар деп рекламировать етіп, шақырып, өз достарын шақырып, жаңағыдай қонақтар келетін болса өстіп қарсы алып алатындай, лицо болатындай шандай. Әшейін жүріп беру керек Иә, осы жақта. әшейін жүріп кәдімгідей. Мысалға, сіздің бала шағаңыз келетін міне бүгін стрим көріп, бургерді көріп, соны келгенде қалай болады, мынау қандай бургер жеуген дұрыс, өз жеген адам ретінде айта алатындай біреуді таппай жүрмін өзім. Бар енді мен онда. Точно. Ялыз звондап жатыр ма? Тағы да бургерлар звондап отыр ма? Журналың құтты болсын деп жатыр ғой. Жоқ, ертеңге мегада ма? Иә, Мегадағы точкаға. Иә. В общем, бір адам керек па? Иә. Мен жүрейін да онда. Өзің жүресің. Иә. Кешкісін келіп, Ертең кешке тренировка жоқ та? Алла. Шешесі не қылдың? Бұл телефон өждіскі неге қойса. Құтты болсын деп жатыр. ақшаңа құйма сразу. Иә. Сондай формат родной. Болды родной, онда мен барайын онда. Болды. Жігітше. Жай ғана. Иә? Мен конкретно сен мысалы құрғыл келмедің, залыма жгут, анау мынау алып келдің, бургер с собой алып келдің. Соның бәрін от души келдің да. И мен де от себя же как-то бір запуск болып жатқан соң, онда мен ертең барайын. Ертең бізде не жоқ, тренировка жоқ. Қанша сағат нешеде болу керек? 6-ларға таман келсең, чтоб Там бір бөлек түсіріп, жүк түсіру керек, ондай нәрсе керек емес. жоқ, ондай жоқ. Жуу керек, посуда жуу керек. Жоқ, қандай. жұмыс Бургер жоқ па? жарты етіп жүрсең, бірдей. Просто жүрем ба ше? Иә, жүресің. Қонақтарды қарсы алуға керек қой. Адамдар келіп жатыр, мысалы, қаншама халық келіп жатыр. Новый бургер шықты деп қаншама адам болады. Ерасылды алып алсам бола ма қасыма? Болады. Болды онда. Бәрін алып келсең болады. Балдарды алып барсам, просто көп жеп қояды да олар. Өзі төлеп жей береді. Жоқ, Ол жоқ уже. онда мен ертең барайын онда. От души. Жігітше. Все. Ертең сағат нешеде? 6-да дейік. Ертең сағат 6-да Мегада, Розбакиевада. Мега на Розбакиевада, Саламброн точкасында батярларың сол жерде болады, чат. Бола ма кассаға кіріп алып отырсам? Болады. Бәрі болады. Сізге бәрі болады. Заказ қабылдасам да бола ма? Болады. Заказ берсең де болады ана жақта. Чатас қалмасаң болды самый главный. Все. Таң 6-да ма? Иә, шеше, таң 6-да. Азан 6-да тұрамыз сол жерде, Меганың ішінде бәрі. 5-те шыға беріңдер үйден. Мағраның қасында әңгіме. Мағраның қасында темекі шегіп тұрамыз. Қанша болып жатыр көрмейді. Қазанға алып Стрим болса дейді ол. Лаваш бітіп қап жүрмей ма дейді. Сол жақта бургер ғой. Бургерда булочка, иә? Булочкаларың қандай немен пісірілді? Булочка бізде цех бар үлкен. Бұл Саламброн продукциясында мен әр линия бар ғой, мысалға салатный листья болсын, котлет болсын, булочка болсын, наны болсын, жаңағы майы болсын, бәріне өзім ответ чисто бере аламын. Барып көрсете аламын даже керек болсашы. Өйткені бізде қаланың шет жағынан Алматы аренадан төмен қарата түссеңіздер, үлкен цех бар. Ол цехта булочканы өзіміз пісіреміз. Етті өзіміз тураймыз. Ет самый премиальный качестводағы ет, Казбиевтікі. Таза ет келет, біздің жігіттер кесет, фаршқа айналдырады, и соны дайындап береді, котлетаны формаларында келтіріп жібереді. Салатты тоже өз қазақстандық салаттар бізде анандай шетелден әкеліп, Өзбекстандікі, анандайдікі демейміз. Қазақты қолдап жатыр деген форматта өзіміздің жақсы кішігірім организациялар бар, өздері жаңағындай кішкентай теплицаларында өсіреді. Солардан аламыз. Барлық өздерінен шығады. Қазақстанда шығады, қазақстандық тұтынушыларға жасап береді, қазақтар жейді. Барлығына өзіміз, даже майдың өзіміздікі де, қазақтар шығарып отырған май. Ояқта ешқандай не жоқ, қоспа ештеңке жоқ. Отандық өнім полностью. Все, онда балашаға ертең сағат 6-да Мега на Розбакиевада жолығамыз. Неше сағат болу керек, родной? Бір 2 сағат. 2 сағат па? 2 сағат сол жақта. 2 сағат, в общем, сол жерде болам. 6-дан сағат, в общем, сағат келе берсеңдер 6-да ше смело. 8-ге дейін келіңдер, если что. ИРЛ, батя. ИРЛ істегім келеді, просто сеть ұстамай қалды да ол жерде. Мегада анандай кухняда болғаннан кейін Иә, интернет ұстамайды ше, чат. Қатып стрим андай болады. Барам, батя. Анандай жазсақ болады. Потом бір жақсы точкаға ақырын уақытымен келісіп, барлығымен келісіп, бір поварның күнін түсіріп көрсең болады даже.
Повардың күнін. Шеше ұрады. Azerbaycan әңгіме айтқышы деп. Ардасың. Давай кәрдеш кәпір. Соңық боласың. Не айтқызайын деші анаған. Акцент мектебі болып тұр ғой. Не әңгіме айтсын, родной саған олар. Айтшы маған. Азербайжан әңгіме. Кардаш. Бозарықтағы біреуіміз ба? Білмеймін. Онда бетейік та біржан. Жаңа жазып отыр ғой чатта бала шағам ше. Мен барам, мен бармайым, біреу айтады, біреу барам дейді, біреу бармайым дейді ше. Барам деп отқандарға, мысалы, осы уақытқа дейін қанша рет келдің стримға да, всегда ақшаны бір бәле деп тастап кетесіз, бір челлендждан ойнатасың, ойнаймын андай, бургер жеймін, $100, $50,000 теңге. Бұл $100 мен өзіме алып қалмайын. Мынаны ше. Бұл $100 мен битейін да, ертең келеді ғой, бала шаға. Солардың арасынан бір қалай берсем болады. Сөйтіп берейін разы. Еркекше ше. Просто менде ой анандай болған например. көруге келеді да, просто ертеңше мені. И көруге келген соң хотя бы бір қандай болады бір өз тарапымнан. Бүгінгі ұтқанына $100 да, в общем, арнаймын. Өзіңді естамайсың. Иә, керек емес маған. Арнаймын соларға. Не деп арнасам болады? Бірінші келген адамға қалай? Бірінші келгенге ма? Ай, ол қиын болады. Или былай істе. Ертең тағы есіктің алдына төбелесіп жатсам не істейміз? Мен келгем. Мен бірінші. Мен екінші, сен екіншісің. Біреу төбеден секіріп бәле болып ше. Екеуі бұл 25 бөлесін. Қылдай бөл ортасынан деп тұр ма? Маған жазып тұрмасын. 20,000 салма. Салма. Екінші келді. Жоқ, бірдеңе қылып Бургер ойлап табайық жегізейік. та. Бургер жегізейік. Жегізіп. Бастан тепкен 6 приеші, пасосын мегапартта қоссаңыздар. Білмеймін, бірдеңе деді айтыр. Мәде тему деймі өр бөле деп атыр. Бас. Короче, ең бірінші келген 5 адамды қол күрестірейік. Ортасындағы братанды қол күрестен кім алады соған? Ортасындағы братанды қол күрестен кім алады соған дейді. Қатты қол күресе алмайды бұл, күреседі бұлар. Сен едің ғой, бізде қол күрестен мықты. Мен ба? Мен қатты емес, родной біреу негізі натуре қол күреске қатысатындар ше, родной. 50-60 килолықтан тұлып қалам мен. Ары білесілер. Конечно, олардың қолдары қатты болады. Короче, родной бірдеңе ойлап табайық та ертеңге дейін ше. Бұл $100 ертең солардың артасында. менің бала шағама, который маған да подписан, менің телеграмма да барлық жеріме, в общем, ярый бала шағам болған менің ше. Батя дейтін ше маған. Вот солардың біреуіне, в общем. Или мынаны полностью береміз, или, короче, бөліп берейік та. Болды. Все родной. Держи, брат. Так что, бала шаға. Өстік, сенде болсын да? Менде? Мен ертең ертең Розыбакиеваға келе алмай қалатын шығармын мен просто ше. Да? Өйткені мен сайранда жүремін ғой осы жерде. Болды онда бала шаға. Мына $10 ертең сендерге бөліп берем, хорошо? 10? Иә. 10? 10? Мына $10 ертең ошым сендердің араларында біреуге берем мына $1. Нөл қалып кеткен сияқты. Бір что-то жетпей қалған сияқты ма? Жоқ. Все, бала шаға, давайте. Біткесін алып қояды дейді жігіттер. Фадымен шалтқымада үшті екеуі бірге душқа кірмегендей тұр ғой. Фадимен 6-3 екеуі бірге душқа кірмегендей тұр ғой. Не то что душ. Біз енді ойлаш, Мұржан, спорт школада оқисың, өңшін еркектер. Бәріміз, в общем, ана жерде пісеміз ғой. Азанға 2 мезгіл тренировка бір күнде. Сабағың бар. В общем, нең бар. Мен Әділет Ахмет Медетті ата-анамнан көп көретін да. Күнде азынды тұрам, Әділеттің түрі, Ахметтің түрі тұрады қасында. Еш жатайын деп отырып, Ахмет Әділетті көремін. Всегда сол да. И бұлар деген ол андай интернаттағы дос ол бөлек та, ол бөлек. Бұл жаңағыдай блогерский нәрселер түсінбейді. Мысалы, бұлармен қосылған кезімде андай болады, мысалы, бір қосылып шайпы тамақ ішіп, бір демалып, бір жерге барамыз, баняға барамыз. Бөлек демалыс та ана жерде. Өткен ол общий темаларымыз андай да. О, спорт школа, интернат, кезінде таяқ жегеніміз. 5 адамға. Кезінде таяқ жегеніміз, біреуден қашқанымыз. Біз үшеуміз всегда собрание болса, біздің спорт школада собрание болса, үшеуміз ең бірінші тұратын еді бүйтіп, көкіректі тосып.
қалғандар кішкентай еді. И үшеуміз ең көп таяқ жейтін едік қой. И осы үшеуміз ең көп и таяқ жейміз, и короче Бірге сүресің. бірге да бір жерге барып есімде ғой, қасымызда бір Шыңғыс деген бала бар еді. Біз короче жестко таяқ жедік. Сол күні прям біздің прям туған күнге деп жинаған ақшамызды алып қойды. В общем, сондай бірдеңелер болды да. И соны қатты таяқ жедік, үйттік, в общем. И сөйтеміз да, үшеуміз 5-6 бала болып, бір комнатаға кіреміз да, жылаймыз ғой, родной. Бәріміз бір-бірімізге қарап тұрып жылаймыз да. Уже жылаймайсың ғой, братан? В общем, не керек, родной. Короче, интернат, спортшкола деген жердегі достар, олар бөлек та, родной. Олар вообще бөлек адамдар. Олар қандай мүмкін там иногда бір ай, 2 айлап жылдап көрмей қалуы мүмкін оларды ше, бірақ бір кездескенде уже как будто күнде жолығып жүргендей болып кездесесің. Сборға барсаң да бірге де. Сборға мысалы 15 күнге барамыз. Өзбекстан болсын, Қырғызстан, Ыстықкөлге барасың. Бірге ғой, короче. Шамар бер жүресің. Қарның ашса да бірге, короче. Содан ғой. Бірнан бөліп жейсің. Анам барып кресовать етіп жек көлі деген жоқ. Ондай бургер жесең. Төртеу жейсің онда бір ішкенде бургер өкөзде. Енді шығып. Біз енді Әділет екеуміз ауылдардан келіп түстік қой оқуға. Ахмет оқуға қаладан түскен. Қалан баласы да бұл. Қалан баласы болса да андай да, такой. Ақсаусақ емес та. Біз ауылдан келгенбіз. В общем, не керек? Осы бұзған ғой бізді ше. Мынау тыныш отқанға ойламаңдар ма? Сен тыныш екен момын екенді. Бұның ішінде біраз нәрсе бар. Бұл, в общем, бізді бұзған ғой, короче, рада. Қалағап шыққан көрсеткен бәрін. Анау, біз көзіміз бақырайып, қалай болады екен? Деп. Жүріңдер. Көрсетейін сендерге деп. Бәрі чатты ойлап отыр, тыныш отыр, жақсы момын бала екен деп ше, оны. Хоррор деген қорқынышты ойындар ғой. Келес, стримда ойнатамыз әлі. Дайындап жүрейін деп тұрсың ғой сен бала. Таеквондисті оятыңдаршы дейді. Ұйықтап отыр. Мен тұр қайда. Тот самый друг перед мамой болып тұр. Я, чат, бұл общем бәле да өзі. Бірақ үлкендермен, мамалармен кездесеміз ғой, үйдегілермен кездескен кезде сыптай болып отыр. Жігіт такой, молчаливый милашка. Біздің бір дос баламыздың папасы, үшеуміз отырып тамақ ұрып жатыр. Біз айтып отыр, араларында қараймын да, мына Ахмет бір момын бала сияқты дейді да. Тамаққа түйіліп қалайын деп жатыр қой. Мына ұрып жатыр ғой, жай ойлап жатыр, момын мынау деп ше. Бұдан ештеңе шықпайды, мен түрінен көріп тұрмын деп қой. Бұл деп қояды, атақ идеям бар осыдан шығады. Бұл ма екен, қол отырсыңдар ма яқты? Стадионда тепкен осы ма дейді, жо, бұл тепкен жоқ мен. Стадионда ол мектептен, спортшколадан алдыңға болған нәрсе ғой. В общем, сондай нәрсе родной. Сосын Біржан біздің стримға келді. Тағы да бала шағама енді бір... Менің бала шағама бір бар ма бірдеңе? Челлендж анауымна. Давай, челлендж мынандай болсын. Соңғы челленджді қалай істедік, родной? Қалай істедік? Есіңде ма? 1 миллион просмотр, 500 мың, 300 мың деп істедік қой, 100 мың деп. Соны бәрі істеп тастады. Жестко кетті. Қайтадан істейміз бе соны? Істей аласың ба? Давай өсек, челлендж болсын. Осы стримнан, либо менде өз аккаунт бар ғой, инстаграмда, Біржан Саламбро деген. Ол жерде менен миллион видеом бар. Солардан эдит жасайды. Тиктокқа салады. Саламброны отмечать етеді. 150 мыңнан асады. Бірінші асқан. Давай, қанша дейміз, например. 6 адамға 50 мыңнан Каспийна сразу жіберем. 150 мың просмотр. 150 мың просмотрдан асқан бірінші 6 адамға 50 мыңнан Каспийна сразу жіберем. Обязательно эдит болу керек. Эдит болу. Эдит, просто нарезка. Осы стримнан нарезка, немесе сен бұрынғы видеоларыңнан нарезка болса болды. Упомянут етіледі. Салынады, 150 мыңнан асқан бірінші 6 адамға. Саламбро көріну керек. Бірінші 6 адамға 50 мыңнан. Өздерің комментарийіне жазғанда, асқан соң, сіздер белгілейді, комментарийіне жазасыңдар, и сразу жіберіп тастайсыңдар. Все, бала шаға, ұрыңдар.
Мен балашағым ашырады. Да? Қиын болып жатыр ма? Олар аш еркекше уже ертең оянасың ғой, уже 150 уже 50 мың санай бересің. Сразу ма? Менде уже дайын тұр. Негізі. Тастайып санайсың. Айлықтың жарты шығып жатыр. Жотам. Сөзден ұстайым ма? Жотам. Одан бөлек давай өсек қазір. Балалар бар ғой енді жігіттер. Бұл жігіттер ойнамады ғой. Не ойнамады? Секундомер ма? Давай. Көріп пе едіңіз мына кісінің видеоларын? Секундомер ойнағасыңдар ма? Болды ғой, жеге қазір. Қызық ойын. Кейс керек, содан кейін не берсеңіз бізге. Столға қоямыз, қай қойғамыз бұны? Қоятын жер барын қайла жіберсек. Секундомер ма? Бір ана неге қояйық та, 4 бүрістің үстіне қояйық. Тройнаны. Көп жанына шығып алса болды. Камераны көтеріп жібереміз, а? Бисмилlah. Көтеріп жіберейік. Көрініп тұр ма мынау? Иә. Сәл көрініп. Давай бір стол. Иә, на столды қояйық. Осы столдың үстіне анда коробканы қояйық. Алла. Мына өшіп жабайық. Секундомер. 6-да 3 секундомерді жеп қойшы дейді. Ставка қатты көтсіңдер ау сендер? Текс. Енді басқа напитоктар екен. Оп. Шөлдегенсің ғой, қандай? Сендерге алға салғам ғой мынандай. Кім не жейтін білмей қалдым ғой мен бердеш. Свет. Розетка тұтатын жер бар ма досым? Менің ойымша бұл жерде медет тұтатын сияқты. Медет бәрібір тәкіман дейсің, андай реакциясы басқаша. Бұл тырқ бәле қандай. Фотор ма? Мимен санайды да қазір. Розетка тұтатын жер бар ма досым? Аяқпен басам деп жүрмін ба? Аяқпен басады бұл натуре. Жоқ, мына братан бермейтін сияқты аяқташ. 6-да 3 па? 6-да 3. Почему неге екен білесің ба досым? Ақшаның көзін көрді ғой бірінші сразу. Дәмін сезді ғой, резк шандайшы. Өстеміз ғой жіктер. Кішкене камераны көтере салым да. На всякий случай. Ерасыл соны контролировать етіп тұрса, бауырым ебай. Ерасыл ебайтын. Тыныштыққа, Ерасыл? Бәніз. Қоя қойшы, Ерасыл. Все, әдемуша. Әдем мачат. WW. Кеттік. Бірінші Ахмет бастасын. Баста. Жоқ, білетін адам бастасын да. Мен родной бұның уже шетіне түбіне жеткен. Давай, менікі тегін болсын родной. Давай. Қанша ақша бір лет басасың, секунд жүреді. Қалай? Өст бір лет бассаңыз, секунд жүреді оған аяқташы. Екінші рет басса тоқтайды. Осы тез басу керек қой. Міне, өсіп тұр ғой мында көрмеш. Қолмен басу. 0-0 болу керекпісің да? Жоқ, менен аз болу керек қой. Болды. Кеттік па? Кеттік. 0-7. 0-7 ма? Алып тұр. Былай қой. Бассақ кеткен аяқта. Секунд көрінсін балаларға. Қанша? 0-7? Не болады бұнда? Ничего. Қанша? Еба, тыныштық. Барабанная дробь. 6. Жігіттер спортсмен ғой уже тренировка істеп жүр ғой көрініп тұр. Формада. Тестостерон орнында. 7. Отырсыз ба? Отырсыз? Басылмай. Нормально шығар, басылмай. Тегін ғой не? 7. Не болып кетті? Екеуміз жарыса береміз, не істейміз? Балаларға да берейік. Тоғыз. Оттың ғой. 8. Көрдіңіздер ғой? Примерно осылай ғой, родной. Барынша тез басу керек, саусақ. Ана көтере жіберші. Типа осылай да? Типа осылай. Ыңғайлап қой ғой. Мына жаққа тұр қосайық, мына жаққа. Сен баспайсың барады. Әке бас көрсете сайын. Мен қойын, сосын сіз қойыз. Кестік қой. Давайте өсек.
Менен аз жасаған адамға 5000 теңге Каспийна. Келсіз ғой. Сіздер аз жасаңыздар. Ештеңе. Адал болсын бәрі. Бисмилля. Давай, тест. Давай, 3 попытка көрейік. Давай. Bir oldu. Менде жарты сағат өтіп кетті ғой, родной. Bas. Sen bastan istesen hadi altı sen ağır babadır Да? bizge. Hop. Kadar Altı çekmez değil mi bu? 8 koyup versin. 8 verdi. На заказ ғой бізде. О, Bol sen tura veretler rekord. а, болды. 8 bol. 8-ден асып кетсін. 8. Аз жаса барады. Быстрее. Ке барады. 8 bol tura versin. 8 болды. Байқалып тұр ғой уже кім бұл екен. 10 kılamız var. Не қылдың тамыр? Kaç olmuş? Досым, 0. 0 істеді, родной. 3 рет басты ғой. Jojo, bir merde bastın. 2 рет бастың, ә? 2 ret bastın. 2 рет басты, 0 болды, родной. 2 ret bastın. Чат айтыңдаршы. Алсаңдаршы. Bastın mı 2 ret? Бассай үшіншісін. Lan 0 bol var mı? Давай, досым. 3 рет басасың ғой сен, братан. 2 ret. Сен 2 рет басасың ғой, братан. 8 рет. 10. Мен Тоғыз. басайыншы. 8. Topla. Kaç oldu ya? 8. О, жетті. Жарты сағаттан келді. Yendi veriyorum. 3 gün sırf verem anam beni. Білем, медет мен саған жәрдем бер. О, жетті. Жеті болды. О. 6. Досым. Қойшы деді, тез дедім. 5 kez süre alamız. Давай, 5-ке түсір. Ерасыл сен 5-ке түсіргесін, ә? Иә. Ой, Там Ерасыл машина ғой. Мен қалып. Мен онdan. 6 болды ма? 7. 8. Kalkulator басқандай болса. 6 Досым ойлашы, бір фура ақша келатыр. Қанша еді сен кірады? Қаншадан аз болу керек? 8 edersen. 8 болды. Одан кейін біраз өтіп кетті ғой. 7 koyduk 6 koyduk. Мен 6 қойдым. 6 қылсаң бір фура ақша саған келеді. Ойлашы, істере бересің, лопарик. 7. 1 секунд. 1 миллисекунд. 23 досым. Кеш, кеш. Сындырады қазір. Ұрып секунд. Дос 7 екен, рады. Максимум. 23. 7 normal 7. О, 6. үйреніп алыппын. Все. Болды ма? Қанша ойнайсыңдар? Кеттік, давай. Кел ойнайық. Все. Конкретно ойнасаңдаршы. Ya. Doğru брат, сен баста. Болды енді. Үйреніп алыңдар ма қолдарың? Сен бастайсың ба? Ja, мен бастайын. Медет сен жіберіп тастар, родной. Сразу ма? 5 істеу керек па? Аха. О, Все, неше. Үш попыткаң бар ғой сен. Bolu şu ötü var. Bir şey buldu. 6-да 6 болды. Басынан сен сен. давай кел тағы да. Екінші рет. Мен, может, рекордым кішірек болады, например. Может koyup bir de de. Может, көбейіп кетеді. Жеті. Енді 6 істеймін. 6 істейсің. Dikşe var gezdir. Шет 7 істегеніңіз. Сен 8 істешті ме? Заказ алып отырсыз. Toğustu. Bol. 56. Аттанға. Болды. Кәс, тоқтар. Жанда бір попыткада сендерде үшеу да, короче. Историяда Каспиім жазылып тұрған. Кәс, кел бұрады, сразу ойнап сөз. Пашеке давай. Басайын ба? Yunus. Ел істеп берейін ба саған да? Тамырынан тағы ол. Kanca? 8 досым. 7 істеп атсыз ғой, Мамыр. 3 попыткам бар. 7. Болды. Aşıyım o bunlar anladın mı? Сенде қанша еді, братан, рекордың? 10.
11 bilet давай. Оны. Әдем бір жағынан. Сен ойнамай. Ойнамаймын. Сен ойнамай. Сен білем. конкретно. Ера екеуміз бір ойнайық, қайшы просто. Бесте. Bilet 10'dan. Тайпа складта сам андай. Абсолютный рекордты өзім қойдым. Бесте жердің сен. Bilet деген бәрі деген. Жоқ, бұлай болмайды. Қара. Орыста. Номер 707, 707 756, 756 17, 17. 5000 дедік қой. Иә, дұрыс. Зор. Әділ болғандар бәрі. Ке братан? 747. Аха. Естіледі ғой, емен петличка. Сенде петличка. Ана жаза салмайсың ба? Міне кетті ғой, брат. Кім звондайды сендер? Ке братан? Номерін көрсетіп жер. Өзің жаз жер. Өзің жаз жер. Топ, міне кетті. Болды одан ama. Болды, түсті ғой бәріне. Болды. Ойын. Осындай ойын. Болды, ұнады бізге. Аха. Жіберіп тастаңдар. Kaçtay klandis. Батя 10 сағат көп болып кетті ғой дейді. 10 сағат несі қумандаршы? Мен қолдарым тырысып тұр, кеше отжимание істегенмін ғой. Кеше? Бүгін отжимание істегенмін ғой. Қолдарым тырысып тұр да, сол үшін андай істей алмай жатырмын. Содан шығар, может. Бана 5 болды ғой, біліп жатырмын. Күндер случайно болады да, ол андай кезде. 5 болып кетті, иә, әділеттікі 5 болып кетті жаңа. Өзің рекордың қанша? 4 болды.